Қалайсыңдар? Бүгін 68-ші күн. Бүгінгі айтатын ой емес, даже просто ойланып жүрген нәрсе. Кейде мынандай нәрсе болады да. Осыған дейін как бы ақшаны разумно құрту, пайдалы болса құрту да. Егер саған, допустим, егер плюстары көп болса, онда стоит алуға деген сияқты сонда размышлениемен жүрдім да. Енді қазір көп адамдар айтып жатыр, что адамды ақшаны құрту керек, яғни айтады да, сен, допустим, бір потолокқа ақшаға келдің, и сен өсу үшін, допустим, сен қағанат тағамнан тамақ жеп жүрдің ба, сен енді одан тамақ ішпе деп айтады деген сияқты. Басқа кафеге бар, андай алмаған заттарыңды алып көр, сен не нәрсе қалайсың, сол нәрсені барып ал деген сияқты әңгімелер айтады да. И қазір ол екі ойлы болып жүрмін. Олар не айтқысы келіпті деп ше сонымен. Бүйтіп қарасаң, плюстар да көп қой енді. Сен, например, сен сол, допустим, 50 мыңға, 100 мыңға киім көрмесен, сол киім көргеннен кейін саған уже 100-ге 50 киіну нормально болып қалады. Сен бір-екі рет киінгеннен кейін. Вот түсініп тұрмын, что это сен состояние көтерген сайын, саған 50 мың теңге уже нормально болып қалады киінуге, 100 мың теңге нормально болады киінуге, 200 мың нормально болады. Бірақ сен оны бірінші құртып болғаннан кейін саған нормально болады да ол нәрсе. Оның барлығын түсініп тұрмын. Бірақ не жағынан қалай ол әсер етеді деген сияқты үшін біртүрлі бір ойларда болып жүрмін. Сендер өздерің қалай ойлайсыңдар, қалай істеген дұрыс сияқты. Просто ойланып көріңдер, комментарий жазыңдар, жазбасаңдар, просто өздерің бастарында ойланып көріңдер. Қалай дұрыс? Бірінші вариант ол разумно ақшаны құрту, да? Допустим, сенде наушник бар, сен істеп тұр, сен 3 жыл қолдандың, әлі істеп тұр ол наушник, бірақ сенде старый наушник, но ты хочешь, чтобы типа у тебя было AirPods, да? AirPods Pro или 3, разница жоқ. Енді сол нәрсе болған қалайсың, да? Хочешь получше или поновее? Сол кезде сен, допустим, сенде еще Apple Watch жоқ, или не жоқ. В общем, сенің состояниеңді көтеретін, допустим, сен баяғы киімдерің бар, сонымен әлі жүрсің, но сен киінбедің, потому что киім бар. Сен качественный киімдер алып, әлі киіп жүрсің. Соны новый киімдерді алу керек па, который алып көрмеген киімдерді ше, Зарадан или Анеттан үшін сол нәрсені ал деп айтады. Көп адамнан естіп кеттім сол нәрсені, что бүкіл адам кейстарынан қазір психологтар барып келгеннен кейін сен неге өзің алған келетін заттарды неге алмайсың деген сияқты кеңестер сонда. Мен вообще олса алмайтын. Мен басымда андай ой бар, что мен қалай аламын 100 мыңға, неге мен 50 мың үйдегілерге жүрмеймін деген сияқты ой. Андай ақшаны құртуға ұялады да. Как будто бы неге мен басқаларына бермеймін, неге ата-анама бермеймін, неге мына бермеймін деген сияқты. Осыған дейін бүкілін құртып келдім дейді да томаларыма, да, томаларым не дейді, сосын томаларым бәрі жақсы болу керек, томам бере беремін дейді аша. Сосын маған осылай айтты, допустим, Аюпов айтқан ғой, Ақбота Аюпов танысаңдар, айтқан, что маған айтты, өзіңе сен не нәрсе қалайсың деген кезде машина қалайын деп айтқан. Машина сатып алғаннан кейін оның состояниесі 16 миллион қалды ма, ол келесі айда уже 23 миллион түседі. Просто алғаннан кейін. Как бы причина машина емес қой пайда болып тұрған. Бұл жерде басқа бір магия бар ғой. Ол значит құрта алды ма өзіне, тәуекел етті деп ойлаймын өзім, негізі тәуекел етіп тұр деген сияқты. Мына құрту деген мен тәуекел деп ойлаймын. Бірақ қаншалықты ол тәуекелге жата ма да жатпай ма деген сияқты әңгіме болып тұр. Шамал нелер болып тұр, и өздерің просто қалай ойлайсыңдар. Оған дейін келесі ертеңге дейін осы видеоның нәтижесін айтамын. Негізі мен уже таптым жауабын. Просто сендер просто ойланып көріңдер. Бүгінгі күннің ойы, яғни кеңес ешқандай емес, просто ой на размышление. Так что ойланып көріңдер. Просто сендер қай вариантсыңдар, қандай вариантпен жұмыс істеп келдіңдер, и қазіргі табыстарың қанша болды соның арқасында. Давайте бүгін 68-ші күн. Сәттілік.